Мойындауды үйрену. Өзгеріс мойындаудан басталатынын мойындау маңызды. Айнаға қарағанда сыртқы бейнемізді көргенде оңаша қалып, ішкі әлемімізбен де бетпе-бет келгенде барынша шыншыл болып, өзімізді бар болмысымызбен мойындай алсақ, оң өзгеріске қарай бет аламыз. Тұлғалық өсу де жеке даму да мойындаудан басталады. Адам Алладан жасыра алмаса да, адамнан жасыра аламын деп жүріп, кейде өз-өзімен де жасырынбақ ойнап кетеді. Өзін бар болмысымен қабылдаудан, мойындаудан қалады. Кейде жасыратыны жоқ, өзіңіз жайлы шындықты білу ауыр тиіп жатады. Өзіңізден шыққан шындықты мойындаймын деп, жүрегіңізді ауыртып алудан қорқатын сәттер болады. Бірақ мойындауды үйренбейінше, өзгеріс туралы сөз болуы мүмкін емес. Мүлт еткен тұсыңызды, адам баласына тән кемшіліктеріңізді, Алла басқа пенделерден жасырып қойған әлсіз жеріңізді, бала кезден қалыптасқан комплекстеріңізді, жүйкеңізге әсер ететін қорқыныштарыңызды, біліп-білмей істеген күнәларыңызды ашық мойындамай, өзіңізді жаңа нұсқаға дайындай алмайсыз. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Қандай мақсаттар алға жылжымай кенжелеп тұр? Өмірімнің қай тұстарында шешім таппай қиналамын? Жауаптың бәрін жазыңыз. Содан кейін нені мойындаудан қорқамын деп сұрақ қойыңыз. Бұл сұраққа келгенде қорқынышты ысырып тастап, шыншыл да батыл болыңыз. Мысалы, құрбым табысы жақсы жерде қызмет атқарады. Жұмысы өзіне ұнағандықтан ол үнемі көңілді жүреді, өзіне сенімді, бақытты. Ал менің жұмысым көңілімнен шықпайды. Күнде ол жұмысты істеу азап. Күш-қуатымды көп жұмсағаныммен алатын жалақым өте аз деген жауап болуы мүмкін. Сол кезде бірден өзіңізден, мен мына жерде нені мойындай алмай тұрмын деп сұрасаңыз, жауабыңыз қарапайым болады. Сізде құрбыңызға қызғаныш сезімі бар. Кейде ол көре алмаушылыққа да ұласып жатады. Осыны арыңыздың алдыңызда мойындай біліңіз. Мойындағаннан кейін құрбымның өмірінен өз өміріме не алғым келеді, ненің дәл соныкіндей болғанын қалар едім деп сұрадыңыз. Өмірімді өзгерту үшін қандай шешім көріп тұрмын деген сауалға жауап беріп көріңіз. Тек мойындау арқылы ғана дұрыс шешім таба алатынымызды түсіну маңызды. Ал мойындау деген өзіңді алдамау.